Армысыздар, эфирде 77 News, студияда Айша Жақсыберген. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін өңірдегі ұлт жоспары 100 нақты қадам аясында атқарылып жатқан жұмыстар тақырыбында брифинг өтті. Жиын барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қорытынды жасап, бірінші жартыжылдықта тындырылған жұмыстармен таныстырды. Зейнетке шыққан қариялар бос уақытын қалай өткізеді? Егде жастағы қарттардың қалаған ісімен айналысуға мүмкіндіктері жасалған ба? Осы және өзге де сұрақтар жауабы алдағы жаңалықтарымызда. Тараз қаласы 2-ші мөлтек ауданы тұрғындарын мезеткен індет таратушы атшамандар көзі жойылар емес. Жауапты сала мамандары мәселені шешуге тиісті шараларды қолдануға неге асықпайды? Жақын арада мәселенің шешімін табуға тағы кімдер уәде берді? Жұмыспен қамту 2020 жол картасы мемлекеттік бағдарламасы жұмыссыздықтың санын азайтуға септігін тигізіп келеді. Осы бағытта Мойынқұм ауданында ауқымды жұмыстар атқарылып, нәтижесінде 6 айдың ішінде 686 адам жұмысқа тартылған. Толығырақ алдағы бейнематериалымызда. Мойынқұм ауданында аталған бағдарламаның бірінші бағыты инфрақұрылымды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету бойынша 7 нысан белгіленген. Соның бірі аудандық орталық аурухана. Орталық аурухананың ғимараты биыл ағымдағы күрделі жөндеуден өтті. Республика бюджеттен 32,6 миллион теңге қаратылып, жергілікті халықтан 6 адам жұмыспен қамтылып, бүгінгі таңда бітіп, Алла қаласа осы 10 күннің ішінде дәрігерлер стационар бөлімі ошаға көшіп кеп жұмыстарын бастайды. Жоғарыда айтылған 7 ғимаратқа ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге республикалық бюджеттен 76 миллион теңгеден аса қаржы қаралыпты. Осы нысандарға барлығы 32 адам жұмысқа жұмылдырылған. Оның 50% жұмыспен қамту орталығынан жіберілген. Біз ауылда жұмыссыз жүрдік, жұмыссыздар тізімде тұрдық, содан кейін осы жұмысқа жіберді. Больница осыны күрделі жұмыстан өткізуге бізге жұмыс тапсырды. Айлығымызды уақытылы алып отырық. Жақсы жұмыс істеп отқанымызға 3 ай болды. Жұмыспен қамту орталығына рахмет. Айта кетейік, Мойынқұм ауданында жыл басынан бері жұмыспен қамту орталығы арқылы 686 аудан тұрғыны еңбекке тартылған. Ал өткен жылдың қорытындысы бойынша 1046 адам жұмыспен қамтылыпты. Мерей Байет, Берік Жұмабайлы, Марат Таубаев, 77 News, Мойынқұм ауданынан. Жамбылда әлеуметтік экономикалық даму тұрақты, сан салада серпін бар. Мемлекеттік бағдарламалар мен биылға жоспарланған жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Индустрияландыруды картасына енген 8 жоба іске аспақ. Құны 1,5 миллиардтан астам теңгені құрайды. Нәтижесінде 380 жұмыс орны да ашылмақ. Келер жылға межелі міндет те айқын. Инфрақұрылым жүргізуге бағытталған 7 жобаға үкіметтен 1,6 миллиард теңге қарастырылмақ. Ал жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында 349 жобаның іске асуына 1,9 миллиард теңге бөлінеді деп күтілуде. Бұл туралы бүгін өткен баспасөз брифингінде облыс әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков мәлімдеді. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін көп күттірмей бірден баяндамасын бастаған Бекболат Серікбекұлы алдымен сандарды сөйлетті. Күн тәртібінде тұрған мүлікті заңдастыруға 7385 өтініш берілген. Оның ішінде құны 35,4 миллиард теңге болатын 6932 нысан жария етілген. Ал ақпаннан құрылған қоғамдық кеңестің жұмысында қарқын бар. Облыс бойынша 244 мүшесі бар кеңес қарастыруға берілген 174 мәселенің 168-не сәйкесінше қорытынды жасаған. Кезекті өзекті мәселе жекешелендіру. 2016-2020 жылдар аралығында облыста 22 ұйым бәсекелес ортаға беру тізіміне енген. Биыл үшеуінде дайындық жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде Тараз энерго орталық акционерлік қоғамы,
Жамбыл жылу мемлекеттік коммунал кәсіпорын және теміржол жылу мемлекеттік коммунал кәсіпорын. Осыған байланысты бүгінгі құжаттар даярлау жұмыстары жүргізіліп отыр. Кейіннен сатып алу құқығы мен сенімгерлік басқаруға берілетін болады. Сондай-ақ ипотекалық берешегі барларға да жергілікті билік кеңпейілдік танытқан. Арнайы құрылған комиссия екінші деңгейлі банк өкілдерімен 67 өтініштің 31-ін қарастырып, 115 миллион теңгеге және 80 мың ақш долларына жуық қаражатқа тең зайымдар қайта қарастырылған. Ал жергілікті қазынадан бөлінген 823 миллион теңгеге соғылып жатқан 3 тұрғын үй жыл соңына дейін иелеріне берілсе, тағы 6 ипотекалық көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы басталмақ. Осылайша облыстағы ілкімді істер баяндалған брифингтің ресми бөлігі сұрақ-жауап бөліміне ауысты. Жаңалықтарымыздың кешегі санында көрсеткеніміздей, Атшабар тұрғын үй кешені үлескерлерінің мәселесіне қатысты құрылыс басқармасының мамандары жауап қатудан бас тартса, Бекболат Серікбекұлы бүге шегесіне дейін айтып беруге ерінбеді. 28 үлескерлер 42 пәтерді өздері бөліп алды. 18 айтып отыр, біздің қаржымызды беріңіз. Ақшаны берсеңіздер, жаңағы курспен доллары шап қайтарып беріңіз отыр. Осындай ортасында дау болады. Тергеу амал біткеннен кейін соттың шешімі қабылданады, сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Бірақ негізгі біз жергілікті атқарушы орган болғаннан кейін біз үлескерлердің жағдайын қорғауымыз қажет. Әріптестеріміз көтерген мәселелерден кейбіріне тоқталсақ, Арай иініндегі жолдың жоқтығы да бүгінде халықты мезеткен. Бірақ әкім орынбасары жолдың жақын арада емес, қажетті қаражат бюджеттен қарастырылғанда ғана салынатындығын айтты. Ал осы аумақпен Бәйтерек мөлтек ауданына мектеп қажет деген сауалға жауап мынадай болды. Оған 1 миллиард 116 миллион теңге жобасы мен құжаттар дайындалған. Мемлекет тарапынан қаржы бөлінетін болса, бұл жұмыстар шешімін табады. Бірақ бүгінгі таңда Бәйтерек мөлтек ауданында әлі құрылыстар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінде Таразда 90 мың азамат жер, ал 13 мың азамат үй кезегінде тұр. Бұған дейін 352 гектар жер Құмшағалдан, ал 98 гектар жер автобекет аумағынан беріліп, инфрақұрылым толық жүргізілген. Ал енді тағы жер бөлу үшін қаланың бас жоспарын қайта қарастырып, Байзақ және Жамбыл аудандарына жер сатып алынған соң ғана шешімін таппақ. Брифингте блогерлер де сөз алды. Негізгі жұмыстан тыс, демалыс күндеріңізді қалай өткізесіз деген сауалға Бекболат Орынбеков сенбі-жексенбі футбол ойнайтындығын, тіпті ардагерлермен қай мекенжайдағы алаңда жиналатындығын да айтты. Осылайша сауалдарын жаудырған журналистер ашық та тұшымды жауап алды. Әттеген айы уақыт шектеулі болғандықтан брифингті тамамдауға тура келді. Зарина Қуаттегі, Марат Таубаев, 77 News. Ұлтаралық дауларды сотқа жеткізбей шешуге болады. Бұл мәселе этномәдени медиация тақырыбында өткен семинар тренингте қозғалды. Іс-шара Нұр Отан Жамбыл облыстық филиалы мен Қазақстан халықтар ассамблеясының бірлесе ұйымдастыруымен өтті. Осы жылы Нұр Отан партиясы мен Қазақстан халықтар ассамблеясы меморандумға қол қойып, алға қойылған іс-шаралық кестесін бекіткен болатын. Жоспарланған мәдени жиындар барысында өзге ұлт өкілдері арасында туындайтын кикілжіңдер де қарастырылған. Осы мақсатта қалалық достық үйінде өткен семинарда әртүрлі этнос өкілдерінің медиацияға жүгіну мүмкіндігі жайлы сөз қозғалды. Шарада түрлі этнос өкілдері, этномәдени бірлестіктер, жастар қанаттары бар этномәдени бірлестік жанындағы ол кісілерге осы біздің мемлекетіміздегі, қоғамымыздағы тұрақтылықты сақтау, бірлігімізді нығайту бағытында қандай мәселелер бар, қандай мәселелер көтеріліп жатыр, қандай шешімін таппаған түйткілді мәселелер болды. Соның барлығын осы семинар арқылы түсіндіру, көрсету, еліміздегі тыныштықты одан ары қарай нығайту, дамыту болып табылады. Медиация тәсілі арқылы кез келген даудамайды, жанжалды, келіспеушілікті кәсіби медиатордың көмегімен шешуге болады. 2011 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының медиация туралы заңына қол қойылған болатын. Бекітілген заңнама тарауында этномәдени медиацияда қарастырылған. Көп ұлтты мемлекет ішінде туындаған мәселе мәдени түрде шешілуі тиіс дейді жауапты мамандар. Мен бұл семинарға кәсіби медиатор ретінде қатысып отырмын. Бұл жерде өзге ұлт өкілдері арасында туындайтын дауларды медиация арқылы шешу жолдарын айтамын. Этномәдени медиация күрделі, сондай-ақ әр ісі зерттеуді қажет етеді. Облысымызда 25 қоғамдық бірлестіктер мен 5 мыңнан астам өзге ұлт өкілдері тұрады. Сол себепті ұлтаралық келісім мен қоғамдағы тұрақтылықты сақтау этномәдени медиацияның басты мақсаты болып табылады. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, 77 News.
Зейнетке шыққан ақшашты қарияларымыз бос уақытын қалай өткізеді? Теледидар көріп, немере бағудан бөлек немен айналысып жүр? Қариясы бар үй қазынаға толы дейміз. Қазірде зейнеткерлердің қалаған ісімен айналысуға толық мүмкіндіктері бар. Оны бірі білсе, бірі білмес. Қалада қарттармен жұмыс жасап, тығыз қарым-қатынас орнатқан мекемелерге әріптесім Ақбота Қайнар барды. Алдағы бейне материалда 150 адамдық нөмірі 2-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығы, нөмірі 4-ші қалалық аурухана және ардагерлер үйіндегі қарттардың жұмыстарымен, тыныс тіршілігімен таныс боласыздар. Қарттар үйін 7 жылдан бері паналап келе жатқан Анатолий Лесковтың жасы 72-де. Отбасымен ажырасқалы жұбайы 2 баласын алып Германияға көшіп кеткен. Содан бері еш хабарсыз. Әскерден ағашты ойып түрлі бұйымдар жасауды меңгеріп келген. Сол өнері бүгінде кәдеге жарап отыр. Шағын шеберханасында жасаған дүниелерімен қарттар үйін ауласын ішін безендіріп жүр. Әркімнің өз сүйіктісі болады. Маған қолөнермен айналысқан ұнайды. Мен керекті ағаштарды өзен бойынан іздеп жүріп жинаймын. Түрлі ағаштардан қиялымнан туындаған мүсіндерді оямын. Мемлекетте 5 жыл бұрын құрылған әлеуметтік еңбек бағдарламасы арқылы қарттар үйіндегілер бос уақыттарын тиімді өткізіп жүр. Ауланы көгалдандыру, гүл суару, бау-бақша жұмыстарын ерлер реттесе, қарт әжелер қолөнермен айналысып асхана жұмыстарына көмектеседі екен. Кейбірі ұршық иіріп жүн түтетеді, тоқыма да тоқиды. Сондай-ақ мекемеде қарт адамдар мен мүмкіндігі шектеулі жандарды оңалту үшін еңбек терапиясы жұмыс істейді. Мұндағы дәрігерлер зейнеткерлердің бейіміне қарай қалаған еңбек түріне бағыттап отырады. Осы орталық талапқа сай әлеуметтік саланың 6 бағыты бойынша жұмыс жасап келеді. Рухани жағынан жүдеушілікке ұшыраған қариялар мен мүгедектердің шуағына, көңілдеріне шуақ ұялатар осы орталықта бүгінде атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. Ал нөмір 4-ші қалалық емханада өткен жылдан бастап психологиялық көмек беру кабинеті ашылған. Онда 50-ге жуық қария әжелер ай сайын жиналып тұрады. Мамандар келушілерге психологиялық тренингтер, интеллектуалды ойындар өткізіп, үйінде бос отырған зейнеткерлермен сырласады. Әртүрлі терапия, жаңағы медитация дейді, релаксация дейді, яғни бұлшықеттегі қысымдарды, сол бұлшықеттердің қысымының әсерінен барып, адамда бас ауырып, жаңағы қан тамырларының қысылуы пайда болады. Сондай стресстің алдын алу дағдыларын үйретеміз және Гаухар Бейсенованың осы клубқа мүше болғанына 1 ай болған. Зейнеткер 2-ші топтағы мүгедек. Қарт әжелермен жиналған сайын сырқатын ұмытып, бір сергіп қалатынын айтады. Өйткені үйде отырған біздерге ол өте жақсы, денсаулығымызға жақсы. Түсіп, жүріп, кішкене жас келгеннен кейін ана еріншек боламыз, қимылдағымыз келмейді, шықайға шыққымыз келмейді. Ауруды мына жерде мінекей ұмытып қалдым. Әйел заты әңгіме дүкен құрса, ер азаматтар спортпен шұғылданады. Мәселен, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағалымен осыдан 1 ай бұрын Тараз арена кешенінен қарттардың игілігіне үлкен зал беріліпті. Мұнда 70-ге жуық ардагер әр сейсенбі, бейсенбі күндері топ-топқа бөлініп волейбол ойнайды. Хаузда шомылып, үстел теннистен өзара жарысады. Жасы 80-ге таяған зейнеткер Насыр Кенесариевтің ұйымдағы орны ерек. Оның әлі де 50 рет кіртасын көтеруге шамасы жетеді. Жер көтеремін, турникке асыламын, доп тебемін. Барлы уақытта спортқа берем көп, ана бос уақытымда. Ардагерлер үйінің қариялардан қарттар үйіндегі ата-апаларымызда. Бүгінде өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтын насихаттап жүр. Зейнет жасына жеткен қариялардың өмірге деген ынта жігері көпке үлгі. Жетістікті алқымдаған қариялардың 2 қолға 1 күрек тауып, сүйікті ісімен айналысып жүргеніне сіз бен біз куә болдық. Ақбота Қайнар, Ермек Кеншімбек, 7 Ньюс. Жергілікті халықтың телеарнаға жазған хаттарынан кейін жаңалықтарымыздың алдыңғы санында Тараз қаласы Қаратау мөлтек ауданындағы қоқыс алаңдарында атшылмандар қаптап жүргендігін көрсеткен еді. Мәселеге арнаның араласуынан кейін жергілікті халықты дүрліктірген іске қатысты жауапты мекемелер тазалау іс-шараларын жүргіземіз деп сендірген еді. Жауапты мекеме басшылары өз сөздерінде тұрдыма, тұрғындарды әуре сарсаңға салған атшылмандар ісіне қатысты тиісті шаралар қолданылды ма? Арада 1 ай өте әріптесім Дина Али қоқыс алаңына қайта барды. Баяғы жартас, сол жартас. Сүрлім топпен бірлесе Қаратау мөлтек ауданындағы қоқыс алаңына қайта барғанымызда атшалмандар санының едәуір артқандығын байқадық. Тұрғындар атшалмандардың қоқыс маңын кезіп жүргендеріне 10 жылдан асты дейді. Одан қалды олар тіпті көп қабатты үйлердің шатырларына дейін қаптап кеткендігін айтып қапалы. Қазір сол тышқандардан ауру шығып жатыр деп жатыр, енді сол тышқандарға кішкене бір соны жоюдың амалын жасап әйтеуір бір селитра бірдеме дей ма андай
сондай улы дәрілер қолданып кішкене осы жерге сеуіп тастап неғыз. Біздің өзі шыны керек, мынау крыса міне этаж үйге кіретін шығарды қазір уже. Бұрын таракан деген болып еді ғой. Қазір таракан деген болмайтын болды. Наоборот, уже мынау тышқан, ат жалмандар. Тышқан болғанда да қазір мынандай тышқан емес ол. Уже дәу тышқандар әні жүр. Мұндағы атшалмандардың саны көбеймесе азаймаған, тұрғындардың сөзіне сенсек, залалсыздандыру жұмыстарын жасап жатқан ешкімді көрген жоқпыз дейді. Құрғақ уәдеге сендірген жауапты орындар бұл жолы қалай жалтырмақ? Аталған маңайды тазалауға облыс әкімдігі тарапынан тендер ойнатылып, халықтық денсаулық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жертөлелер мен қала арықтарын тазалауға бағытталған қаражаттың 10 миллион теңгесін ұтып алған болатын. Алайда қоқыс жағалаған атшалмандар жауапты мамандардың жұмысты салғырт жүргізгендігінің көрінісі. Жергілікті тұрғындардың үрейін ұшырған бұл мәселенің мән-жайын анықтау үшін Тараз қалалық әкімдігінің ветеринария бөлім басшысына хабарласып, аталған мекенжайға келуін талап еттік. Атшалмандардың аула кезіп жүргенін өз көздерімен көрген жауапты мамандар таң қалды. Істің жақын арада оң шешімін табатынын айтты. Желді дүрліктірген мәселе Жасыл ел Таразға да тікелей қатысты. Қоқыс маңайының да тазалығы осы мекеменің құзырында. Біздің түсірілім топтың ықпал етуімен жиналған мамандар орын алған өрескел жағдайды бір-бірлеріне сілтеп қырық пышақ болды. Бұл шешімге жауапты Жасыл Тараз. Именно подвалдың ана общежитие, вот трансформатор и общежитие астында. Былай крысылар. Нәтижесінде 28 шілде күні Таңазаң мен Қаратау мөлтек ауданында тиесілі барлық қоқыс маңайында дезинфекция жасалынатын болды. Қоқысты жинайтын Жасыл Тараз мекемесі болғандықтан, сол мекемеге келіп, мамандармен жолығып, ертеңнен бастап таңертең таңғы 6-тан осы жұмысты бірігіп атқаруға келістік. Жауапты мамандар ендігі аптада атшалмандардың көзі түгелімен жойылады деп сендірді. Дегенмен жергілікті тұрғындардың мазасын қашырып, көрші алаңдарды иемденіп жүрген атшалмандар мәселесі арнамыздың жіті назарында қала бермек. Дина Али, Серік Тәжібаев, Жеті Ньюс. Елімізде жол көлік оқиғаларының санын азайту және жол ережесін өрескел бұзушылықтың алдын алу бағытында республикалық қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілуде. 25 мен 27 шілде аралығында ұйымдастырылып жатқан шараға Жамбыл облысынан 560 полицей жұмылдырылған. Олар 2 күннің ішінде 1500-ге жоқ жол ережесін сақтамаған жүргізушілерге хаттама толтырыпты. Аталған шараға арнамыздың тілшілері де атсалысып, жол сақшыларымен бірлесе рейдке шықты. Толығырақ тілшіміз Берік Жұмабайұлы тарқатсын. Во-вторых, вы гражданин Узбекистана, правильно? Утемуратов Айбек. Сіздің паспортыңыз қайда? Қалай сіз паспортсыз біздің Қазақстан территориясында? Республикалық қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы кеше түнгі сағат 10-дар шамасында басталды. Себебі дәл осы уақытта қалааралық қатынайтын қоғамдық көліктердің Астана-Алматы бағытына қарай ағылатын кезі. Алматы-Ташкент тас жолының бойында жүргізілген тексеру барысында тоқтатылған автобустардың бірінде жолаушы тасымалдауға арналған құжаттары жоқ болып шықса, ал көп көліктердің техникалық талаптарға сай келмейтіні анықталды. Шара барысында бірде-бір құжатсыз жолда жүрген шетел азаматтары да ұсталып, Байзақ аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлеріне тапсырылды. Бүкіл Қазақстан аумағында өтіп жатқан іс-шара, соның ішінде біздің Жамбыл облысында. Қазіргінің өзінде 20-дан аса автобус жүргізушілеріне хаттама толтырды. Оның ішінде жолаушыларды тасымалдау, тиісті құжатсыз тасымалдау және техникалық байқаудан өтпеген автобустар жүргізіліп жатқанын қазір хаттама толтырылып жатыр. 90 сайын болатын бұл шараның басты мақсаты адам өліміне соқтыратын жол апаттарын барынша болдырмау және облыс аумағында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Рейдте 560 құқық қорғау қызметкерлері 2 күннің ішінде облыс аумағында 1439 жол ережесі заңына бағынбағандарға айыппұл салған. Оның ішінде 23 жүргізуші ішімдік ішіп қолға түскен. Біздер енді Түркістан қаласынан Алматы қаласына жолаушылар тасып барамыз. Сайран автовокзалына. Біздер енді Тараз қаласына кіргеннен осы рейд болып жатыр. Ондай рейдтер енді болып тұрғанда дұрыс енді. Көпшілікке жақсы. Жол ережесін бұзбау керек. Шара барысында жолаушыларға жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы соңғы өзгерістер түсіндіріліп, апат болған жағдайда қайда хабарласу керектігі кеңінен айтылды. Ал жүргізушілерге жазбаша көрнекті құралдар таратылды. Берік Жұмабайұлы, Арман Сабыр, Жеті Ньюс.
Дүңгіршектің өртке орану себебі анықталуда. Күні кеше ғана шаһардағы Жамбыл даңғылының бойында орналасқан фастфуд дүкеніндегі жарылыс жақын маңайда жүрген жұрттың зәресін алған еді. Өрт таңғы 5-тер шамасында басталған, ал тілсіз жаумен арпалысқан өрт сөндіру қызметі араға 1 сағат болмай ауыздықтаған екен. Жойқын жарылыстан зардап шеккен 2 сатушы қыз дереу арада ауруханаға жеткізілген. Ал қазір жансақтау бөлімінде жатқан бір қыз қаза тауып, кәмелетке толмаған жас қыздың жағдайы ауыр. Төтенше жағдайлар қызметкерінің мәліметіне сенсек, дүкенде алдымен жарылыс болып, соңы өртке ұласқан екен. Жалының жалпы аумағы 30 шаршы метрді құрап отыр. Дүкеннің сырты тез жанатын құрылыс материалынан қапталғаннан кейін өрт лезде тұтанған екен. Жалының лебі күшті болған соншалық, дүкен ішіндегі 2 сатушы қыз тірідей жанып кете жаздапты. Ал оларда оқиға орнында болған такси қызметкері өрт ішінен алып шыққан екен. Дүкен ішінде қалып қалған 2 азаматшаның бірі 25-те, енді бірі 17 жаста екендігі белгілі болды. Өрттің шыққан себебі бүгінгі таңда анықталуда. О жерде қазір біздің мамандырылған нөмір 1-ші өрт сөндіру бөлімінен лаборатория тағайындалды өрт техникалық сараптама жүргізуге. Біздің жобалап айтып жатқан жобамыз сол дүңгіршектің ішінде тамақ пісіретін газдың шығуынан болды деп ойлаймыз. Зардап шеккендердің денесіндегі күйік 2-3 дәрежелі дейді дәрігерлер. Қазір денесінің 95% отқа оранған 25 жастағы азаматша қайтыс болды. Ал кәмелетке толмаған екінші қыздың өмірін ақ халаттылар сақтап қалуға тырысып бағуда. 25 жасар қызды 95% күйген, плюс еще ожог дыхательных путей дейді, ондай бар. Бүгін ол қызымыз қайтыс болды. Екінші қыз 17 жасар, ода 2-3 дәрежелі күйіктер 70% күйген. Ол қыз ауыр халде жатыр, жан сақтау бөлімінде реанимацияда. Жағдай ауыр, өте ауыр жағдай. Пока жағдай өте ауыр. Шок 3-ші степенде шокта жатыр, сол қазір противошоковое мероприятие ем алып жатыр. Алпауыт өрттен күлі көкке ұшқан фастфуд дүкені осыдан 1 ай бұрын ашылыпты. Ал саудасы енді ғана қыза бастаған нысанның ашуға рұқсаты бар жоғы тексеретін болады дейді жауапты мамандар. Нұрлан Асқар, Арман Сабыр, Серік Тәжібаев, 7-7 News. Ал қазір спорт жаңалықтары, арнадан алыстамаңыздар. Астанада теннистен ерлер мен әйелдер арасында президент кубок өтуде. Бұл еліміздегі ең беделді жарыстардың бірі. Биыл турнирдің жүлде қоры $125 мың құрап отыр. Ұлттық теннис орталығында өтіп жатқан жарысқа әлемнің 30 мемлекетінен жиылған спортшылар бақ сынауда. Бүгінде аталған бәсекеде ел намысын 4 теннисшіміз қорғауда. Оның ішінде еліміздің екінші ракеткасы өткен жылғы президент кубогының жартылай финалға дейін жеткен Дмитрий Пока бар. Турнир қорытындысы жексенбі, яғни 31 шілде күні белгілі болмақ. Кубок аясында аталған спорт түрінің әуесқойлары да жарыстан тыс қалған жоқ. Олар әуесқойлар арасындағы 3-ші Астана Open 2016 байқаулық республикалық турниріне қатысуда. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай, амандықта жүздескенше. Алда ауа райы мәліметі.